Сәлем достар, бүгін сіздерге дайын тюрбанның тігілу жолын көрсетемін. Бізге керегі қайшы, сызғыш, тігінге арналған сабын және қалаған бір аппликация керек болады осындай менде. Және осындай выкройка керек болады. Шеңбердің диаметрі 25 см. Және тюрбанның алдыңғысына ұзындығы 45 см, ені 12 см-лік тіктөртбұрыш керек. Біз бірақта бұл жерге 1 сантиметрден тігуге қосатын болсақ 47 см деп сразу аламыз, ал енін 12 см деп аламыз. Және артыңғысына осындай керек болады тоже выкройка. Артыңғысы 13 см негізінде, тігілуіне тағы да 1 см қосқанда 15 см қылып аламыз. Ал ені болса 12 см. Бұның да ені 12 см. Және матамыз керек болады. Матаның ені 150 см, ұзындығы 70 см. Матаны екіге бүктедім. Енді осы выкройка сиятындай етіп сызып аламыз. Енді осы сызған жерімізден қиып аламыз және қалған осы матаны тең екіге бөліп қиямыз. Міне сызған жерімізден қидым және қалған матаны тең екіге бөлдім. Бұл қалған мата тюрбанның шарфы ретінде қолданылады. Кейінде көрсете жатармын. Енді осы выкройка бойынша сызып шығамыз және жоғарғысына тағы 1 см қосып сызамыз. Ол 1 см төбесіне шеңберді жалғап тіккенге керек болады. Бұл менде матаның сразу оң бетіне сызып істегенмін, ал мынау теріс беті. Сразу оң бетін қолданамыз. Осы оң бетіне қалаған бір аппликациямызды тігіп шығамыз.
Бұл матаның ұзындықтары 85 сантиметрден, ал ені 35 сантиметрден. Бұл мата бізге тюрбанның шарфы ретінде керек болады. Матаның осы жерін алып қаламыз да, қалған жерлерін барлығын оверлокпен айналдыра тігіп шығамыз. Егер де оверлок болмаса, матаның шеттерін 0,5 сантиметрден 2 қайтара бүктеп, үстінен машинкамен жүргізіп шықсаңыздар болады. Мен қазір айналдыра оверлокпен тігіп шығамын. Бұл жерде матаның оң терісі білінбегендіктен қазір айта кетейін. Оң бетін астына қараттым, ал теріс беті үстінде қарап тұр, жоғарғысына қарап тұр.